Бір аптадан кейін жаңа оқу жылы басталады. Оқушылардың мектеп формалары сақадай сай болуы тиіс. Десе де оқушыларға арналған тауарлар, мектеп формасы, кеңсе заттары мен аяқ киім қолжетімді бағада болуы шарт. Бұл талап әсіресе қоғамдық сауда орындарында тегін сауда жасайтын кәсіпкерлерге қойылып отыр. Ақтөбедегі Далида центр сауда үйінің 3-ші қабатында дәл осындай мектеп жәрмеңкесі басталды. Мұнда жергілікті кәсіпкерлер өз өнімдерін халыққа арзан бағамен ұсынуда. Мы сегодня привезли школьную. Біз бүгін мектеп оқушыларына арналған киімдер әкеліп тұрмыз. Көбіне сұраныстағы қою көк, сұр және электрокөк түсті киімдер бар. Нарықта жүргенімізге 15 жыл болды, сондықтан халыққа не керегін білеміз. Қазір баға көтеріліп барады, бірақ біз былтырғы баға бойынша сатып жатырмыз. Мысалы, жейде 3.000 мен 5.000 теңгенің аралығында болса, шалбар 7.000 теңгеге дейін сатылады. Сауда сөрелерінде қазақстандық тігін цехтарының формалары бар. Ата-аналар үшін бұл сапалы әрі тиімді нұсқа. Жәрмеңке тамыз айының соңына дейін жалғасады. Ұйымдастырушылар ата-аналарды уақытылы келіп, тиімді бағамен қажетті заттарын алуға шақырады. Назма Есболсынова, Жасан Жұбай, Тәулік.